Сынған сезім, оқитын салтанат. Құрметті тыңдарман, әңгіме ұнаса арнама тіркеліп, пікір жазып, лүпіл басып, мені қолдап кетіңіздер. Баршаңызға рахмет. Күздің соңғы күндері еді. Аспанды сұр бұлт торлап, қала көшелерін майда жаңбыр жауып тұрған. Айдана қолына бір бума құжат ұстап, аялдамадан сөз тұрды. Көңілі де дәл сол аспандай тұнжырап кеткен. Ол осы қалаға оқуын бітіріп, жұмыс істеуге келгеніне 2 жыл болған. Ата-анасы ауылда. Әкесі ерте қайтыс болып, анасы жалғыз өзі, Айдана мен інісін жеткізген. Сондықтан Айдана әр ай сайын анасына ақша жіберіп, інісінің оқуына көмектесетін. Қызым, өзіңді де ойлашы дейтін анасы телефон арқылы. Өмір тек жұмыспен уайымнан тұрмайды ғой жаным. Айдана әр жолы күліп қоятын. Уайымдамаңыз, мама, менде бәрі жақсы. Бірақ оның бәрі жақсы деген сөзінің ішінде қанша жалғыздықтың жатқанын ешкім білмейтін. Сол күні автобус кешігіп қалды. Жаңбыр күшейе түсті. Айдана сөмкесін қолшатырынан іздегенмен, оны кеңседе ұмытып кеткен екен. Кенет қасына қара көлік тоқтады. Терезесі баяу түсті. Кешіріңіз, сізге көмек керек пе деді рөлдегі жігіт. Сондай көңілді. Айдана шегініп қалды. Жоқ, рахмет. Автобус күтіп тұрмын. Жігіт жымиып қарады. Автобус бүгін келмейтін сияқты. Жолда кептеліс болыпты. Мен сізді жақын жерге дейін жеткізіп тастайын, уайымдамаңыз. Танысу үшін ғана айтып тұрған жоқпын. Жүріңіз. Айдана алғаш рет ер адамның көзіне қарады. Жігіттің жанары жылы еді. Үстінде қара пальто, жүзінде сабырлы күлкі бар. Менің атым Нұрлан, деді ол. Ал сенікі? Айдана. Айдана, сіз тоңып қаласыз, отырыңыз енді, жүріңіз. Айдана бір сәт ойланды. Сосын көліктің есігін ашып отырды. Сол күннен кейін олардың өмірі өзгерді. Нұрлан күнде хабарласатын болды. Алғашында Айдана қысқа жауап беретін. Кейін оның дауысы мен әзілдеріне үйреніп кетті. Нұрлан оны жұмыстан алып кететін, кофеханаға апаратын, кейде жай ғана қала сыртына шығып ұзақ сөйлесетін. Сен неге үнемі бәрін жалғыз көтеріп жүресің деп сұрайтын Нұрлан. Өйткені маған сенетін адамдар бар. Кім саған сенеді? Айдана үнсіз қалатын. Нұрлан оның қолынан ұстап, мен саған сенемін дейтін. Осы екі сөз Айдананың жүрегін тым жақын болып кетті. Көктем келді. Қала көшелері жасыл түске боялып, адамдардың жүзі де жадырай түсті. Айдана да бұрынғыдан өзгеше еді. Ол күлетін болды, айнаға қарап, шасын сәндеп, көйлек таңдайтын болды. Анасы телефон арқылы қызының өзгергенін бірден байқады. Біреу бар ма, деді анасы күліп. Жоқ, мама, жай ғана жұмыс жақсы болып жүр. Қызым, анаңды алдай алмайсың. Айдана қысылып қалды. Бар, Нұрлан деген жігіт. Анасы біраз үнсіз отырды. Қандай адам өзі? Жақсы сияқты. Сияқты деген сөзден сақ бол, қызым. Адамды уақыт көрсетеді. Айдана бұл сөзді сол кезде түсінбеді. Нұрлан бір күні оны қала сыртындағы әдемі мейрамханаға шақырды. Үстел үстінде ақ раушан гүлдері тұр. Терезеден түнгі қаланың шамдары көрінеді. Айдана, деді Нұрлан оның қолынан ұстап. Мен сені кездестіргеннен бері өмірім өзгерді. Өзім де өзгердім. Сен мені жақсы адам болуға үйреттің. Айдананың көзіне жас келді. Нұрлан қалтасынан кішкентай қорап шығарды. Ішінде нәзік сақина жатты. Маған тұрмысқа шығасың ба? Айдана еш ойланбастан иә деді. Сол сәтте ол өзін әлемдегі ең бақытты адам сезінді. Тойға дайындық басталды. Анасы ауылдан келді, інісі қуанып жүр. Нұрлан да Айдананың отбасына сыйлыға келіп, барлығына жақсы көрінді. Бірақ бір күні Айдана Нұрланның телефонынан бейтаныс әйелдің хабарламасын көріп қалды. Сен маған қашан келесің? Сағындым. Жүрегі дір ете қалды. Айдана бірден бұл кім деген сұрақты қойды. Нұрлан телефонға бір қарап, бірден сабырлы кейпіне еніп, ешкім емес, бұрыннан таныс қыз ғой. Өзім мазалай береді. Онда неге саған сағындым деп жазды. Айдана, сен маған сенбейсің бе? Ол осы сөзді айтқанда Айдана өзін кінәлі сезініп кетті. Жоқ, сенемін. Нұрлан оны құшақтап, сен менің болашақ жарымсың. Ешкім сенің орныңды баса алмайды, деді. Айдана сенді. Өйткені ол сенгісі келді. Тойға 2 апта қалған еді. Айдана жұмыстан ертерек шықты. Нұрланға тосын сый жасағысы келіп, оның үйіне барды. Қолында сүйікті тағамы мен кішкентай сыйлығы бар. Есікті ашқанда үй іші тым-тыныш еді.
Нұрлан, деді ол. Жауап болмады. Нұрлан, деді. Бөлмеден әйелдің күлкісі естілді. Айдана жүрегі тарс-тұрс соғып есікті баяу ашты. Сол сәтте оның әлемі толықтай қирады. Диванда Нұрланмен бірге бір әйел қатар отыр еді. Әйелдің басы Нұрланның иығында. Екеуі Айдананы көргенде селк ете қалды. Айдана? Айдана, деді Нұрлан орнынан тұрып. Айдана ештеңе айта алмады. Қолындағы пакет жерге түсіп, тамақ төгіліп, сыйлық қорабы домалап барып қабырғаға соғылды. Бұл кім деген ғана сұрақ шықты аузынан. Әйел орнынан баяу тұрды. Менің атым Мадина. Мен Нұрланның әйелі боламын. Айдана Нұрланға қарады. Оның жүзі бозарып кеткен. Ол өтірік айтып тұр, деді Нұрлан. Біз бұрын бірге болғанбыз, бірақ қазір бәрі бітті. Мадина күліп. Бітті ме? Біз заңды түрде әлі ажыраспағанбыз. 2 баламыз бар. Ал сен маған іссапарда жүрмін деп айттың. Айдана өз құлағына өзі сенбеді. 2 балаң бар ма? Әйелің бар ма? Деді дауысы әрең шығып. Нұрлан үндемеді. Сол үнсіздік бәрінен ауыр еді. Айдана артына бұрылып үйден жүгіріп шықты. Жаңбыр жауып тұр. Бірақ ол ештеңе сезбеді. Тек жүрегіндегі ауырсынуды ғана сезді. Телефоны шырылдай берді. Нұрлан қайта-қайта қоңырау шалды. Айдана жауап бермеді. Түнде анасы қызының жылаған дауысын естіп қасына келді. Қызым-ау, не болды? Айдана анасының құшағына құлап. Мама, ол мені алдапты. Оның әйелі де, балалары да бар екен. Анасы қызын үнсіз құшақтап. Қызым, мен саған айттым ғой, уақыт көрсетеді. Бірақ бұл сенің кінәң емес. Алдаған адам ол. Айдана сол түні ұйықтамады. Оның көз алдында Нұрланның күлген жүзді, Сақина берген сәті, мен саған сенем деген сөзі қайта-қайта елестей берді. Барлығы өтірік болып шықты. Бір аптадан кейін Нұрлан Айдананың жұмысын аңдып жүрді. Ол күнде хабарлама жазатын. Маған бір рет қана мүмкіндік берші. Мен сені шын сүйемін. Мадинамен баяғыда біткен. Балалар үшін ғана бірге тұрдым. Осындай сынды хаттар толастамады. Айдана біреуіне де жауап бермеді. Бір күні Нұрлан кеңсенің алдында күтіп тұрды. Көзі қызарып кеткен, сақалы өсіп кеткен. Айдана, сөйлесейікші деп артынан қалмады. Айтатын ештеңе қалмады, деп Айдана тез жауап берді. Мен қателестім, бірақ мен сені жоғалтқым келмейді. Сен мен емес, өзіңнің ыңғайлы өміріңді жоғалтқың келмейді. Нұрлан үнсіз қалды. Сен маған неше рет өтірік айттың, деді Айдана. Әйелің бар екені жасырдың. Балаларың бар екені жасырдың. Маған Сақина сыйладың. Менің адамның көзіне қарап, ұялмай өзіңді жақсы адам етіп көрсеттің. Сенің махаббатың да, сөзің де, бәрі де өтірік. Мен сенімен бақытты болғым келеді. Нұрлан, басқаның көз жасына құрылған бақыт болмайды. Айдана бұрылып кетіп қалды. Сол күннен кейін ол Нұрланды барлық жерден өшірді. Бірақ жүректен өшіру әлде қайда қиын еді. Айлар өтті. Айдана бұрынғыдай жұмысқа барып, үйге қайтатын. Алайда енді ол ешкімге сенбейтін. Адамдардың жақсы сөзіне де, жылы күлкісіне де күмәнмен қарайтын. Бір күні оның інісі ауыр науқастанып ауруханаға түсті. Анасы ауылдан асығыс келді. Ақша жетпей жатыр. Айдана не істерін білмей отырғанда ауруханаға Нұрлан келді. Мен бәрін білемін. Дәрігерлермен сөйлестім, ақшасын төлеп қойдым. Айдана, мен сенен көмек сұрамадым. Білемін, бірақ бұл жолы мен ештеңе күтпеймін, тек көмектескім келді. Айдана ұзақ қарап, неге? Өйткені мен сені жақсы көремін, Айдана. Айдана көзін төмен түсірді. Кейде жақсы көру жеткіліксіз, Нұрлан. Сенім жоқ жерде махаббатты өмір сүрмейді. Арада 1 жыл өтті. Айдана басқа жұмысқа ауысты. Өмірі баяу болса да бір қалыпқа келе бастады. Ол анасына жиі барып тұратын, інісі де сауығып, оқуын жалғастырды. Көктемнің бір күні Айдана саябақта отырды. Қолында кітап бар. Жанында кішкентай қыз құлап қалып жылап жіберді. Айдана қызды көтере алып, киімін қағып берді. Ауырмады ма жерің? Қыз басын шайқады. Сол кезде алыстан ер адам жүгіріп келді. Қызым, еш жерің ауырған жоқ па? Айдана басын көтеріп қараса, ол Нұрлан. Қасында Мадина тұр. Екеуі де қызға алаңдап қалған. Нұрлан Айданаға қарағанда тоқтап қалды. Көздері түйісті.
бір сәтке уақыт тоқтап қалғандай. Мадина Айдананы танды. Ол төмен қарап, кешіріңіз деді жай ғана. Айдана ештеңе демеді. Нұрлан қызының қолынан ұстап тұрды. Оның жүзінде бұрынғы сенімділік жоқ еді, тек өкініш бар. Қалайсың деді ол. Жақсымын. Біз ажырастық. Айдана үнсіз қалды. Мен көп нәрсені түсіндім деді Нұрлан. Бірақ кеш екенін де білемін. Айдана оған сабырмен қарады. Кейбір жара жазылмады, Нұрлан, бірақ орны қалады. Нұрлан басын изеді. Мен сені бақытты болсын деп тілеймін. Айдана жымиып қойды. Мен де өзіме бақыт тілеймін. Ол орнынан тұрып, саябақ жолымен баяу жүріп кетті. Артында қалған өткен өмірі енді оны ұстап тұрған жоқ. Айдана сол күні алғаш рет Нұрланды ойламай, өз болашағын ойлады. Өйткені кейде махаббаттан кету жеңілу емес, кейде кету өзіңді қайта табу. Аяғына дейін тыңдағаныңызға көп рахмет. Барлығыңыз бақытты болыңыздар.